Ассаламу алейкум, бұл Асарлайық подкаст және сіздермен мен Динара Мақсутова. Бүгін біз кооперативтердің жұмысы заңды ма? Жалпы тұтыну кооперативтерінің қаржы пирамидасынан айырмашылығы қандай? Және де заң мемлекет тұтыну кооперативтерін қалай қорғайды? Сол жайында әңгімелесетін боламыз. Енді біздің қонақтарымызбен таныс болайық. 2019 жылдан бастап жұмыс істеп жатқан Рой тұтыну кооперативінің басшысы Нұржанов Арген және заң және құқық адвокаттық кеңсесінің адвокаты Ғалымжан Саржанов. Қош келдіңіздер. Жалпы біз оның алдындағы подкастта кооператив дегеніміз не, оның қандай жұмыс істеу принциптері қандай туралы әңгімелескен болатынбыз. Ендеше жалпы Арген мырза, сізге сұрақ қояйыншы. Сізде Асарлайық бағдарламасы деген бар, я? Оны сіздер оған патент алдыңыздар, және де оның жұмыс істеу принципі қазір қандай? Адамдарды қалай шақырып жатсыздар, және де кезек қалай жылжып жатыр? Сол туралы айтып кетсеңіз. Бұл жерде біздер сол жаңағындай бір әр нәрсенің өзінің бір алгоритм болады ғой, жұмыс істер алдында, мысалға бір бизнес құрар алдында, немесе тағы да бір нәтижеге, қандай нәтижеге қай уақытта жетеміз, немесе қалай жетеміз деген. Сөйтіп, оның үстіне заң жағынан да біздерге айтты, сіздердің жаңағындай істеп жатқан ісіңіз бұлыңғыр болмау керек деді. Бірінші істе, екінші іс қайта-қайта қозғалғаннан кейін. Содан кейін біздер енді отырып финансистермен бір шешім іздедік, қалай болады деп. Сөйтіп, басқа елдердің кооперативтеріне қарағанда, басқа елде тап солай істеп жатырған кооперативтер бар екен, олар мысалға деген бір адамдыға шектеу қояды екен. Мысалға адамның санына. Біздерде тап сондай жаңа Асарлайық бағдарламасымен ұяшықтарға бөлініп, сол ұяшықтардың ішінде адамдардың келуіне, немесе үй алуына, қаражат алуына шектеу қойдық. Яғни жаңағындай патентін өткізіп, патенттен бұл бағдарлама жаңа авторлық бағдарлама деп жаңағындай бекіткеннен кейін біздер өзімізге оны іске қостық. Яғни бұл жерде қалай? Мысалы, кооперативтің бір ұяшығына максимальны адам кіретіні 1 жыл 6 айдың ішінде, яғни 18 айдың ішінде 100 адам болу керек. 18 айдың ішінде кіріп 100 адамға жету керек. 100 адамнан ол жерде адам аспау керек. Жаңа адам ол жерге кіре алады, қандай шартпен 100 адамның ішіндегі адамдар алса, яғни 97-95 адам қалса, тағы да 3 немесе 5 адам кіреді деген сөз. Қанша уақыт күту керек адамдар пәтерлерін, автокөліктерін алу үшін? 6 ай мен 1 жылдың аралығында негізінде жаңағындай ұяшық бойынша 1 жыл күту керек. Бірақ қазір бұның бастамасы болғаннан кейін біздер ақшаны жинап отырмаймыз. Жиналған ақшаны беру арқылы бұлар мысалы 6 айдан кейін алып қалатын мүмкіндіктер бар. Бірақ жаңағындай 18 айдан кейін кірген адамдар міндетті түрде 1 жылда алатын болады. Ол жаңағындай ол жерде уақыт азаяды деген не жоқ, бір возможность жоқ. Ал ай сайын қанша адамға қарыз беріп жатсыз? Қазіргі күні ай сайын, күн сайын 1-2 адамға қарыз беріп жатыр. Бұл енді ұяшықтарға байланысты Қазақстан бойынша. Жақсы, енді осындай сұрақ. Бұрын менің білуімше, ашылған кезіңізде сіздер сетевой маркетинг арқылы адамдарды жинайтынсыз, иә? Қазір сізде қалай жұмыс болып, қалай адамдарды кооперативке договорға отырғызасыз? Ең басында біздер жұмыс істеп бастағанда расында сетевой маркетингтен элементін алдық. Оғанда да біздерде стратегия бойынша қарадық. Қазақстан нарқында сетевой компаниялар бар ма? Олар қалай жұмыс істеп жатыр деп бастадық. Неге сетевоймен бастаған себебі? Өйткені ең басында біздер кооперативті ашқанда бұл жерде көп ақша жинау мақсаты болған жоқ. Көп адам жинау және жаңағы жүйелендіріп, жүйемен, жаңағындай маркетинг жүйесімен әрқайсысына жеткізіп, әрқайсысынан аз ақшамен, былай айтқанда аз ақшамен көп жинап, ақшаның санын, адамның санын көп жинап, аз ақшамен бір уақыттармен беру. Яғни біреудің уақыты жаңағындай айтқандай біздерде 8 айдан кейін алатын болса, біреу 10 айдан кейін, біреу 1 жылдан кейін, біреу 1 жыл, уже 18 айдан кейін деп соңғы келген адамдарға біздер уақыттарын созып беріп отыр. Өйткені бұның барлығы сондай бір жүйе болғаннан кейін. Ол да бір стратегияға байланысты.
енді әр Қазір нәрсені банк жүйесі сияқты сіздер де жұмыс жасай ма? бірақ қазір енді ол жүйе біздерде өкінішке орай адамдардан қатты. Енді қараңыздар, ол жүйе кімге тікелей байланысты болды? Халыққа. Яғни былай айтқанда, халық келетін болса, халық кіретін болса, халық бұл жерде жұмыс істейтін болса, активный болса, бұл жүйе жұмысын істеуге өте қолайлы болды. Бірақ өкінішке орай бізге іс қозғағанда репутация түскен кезде бұл жүйе өзінің жаңағындай күшін, актуальностін жойды. Бұл жүйемен біздер жұмыс істей алмай қалдық. Оның үстіне жаңағындай мемлекет тарапынан түсініспеушілік болып, егер де сетевой болса, демек міндетті түрде ол жаңағы қаржы пирамида болуы мүмкін, өйткені басындағы адамдар кіреді, соңғы адамдары алмай қалатын үлкен мүмкіндік болғаннан кейін біздер одан бас тартып, содан кейін жаңағындай екінші жүйеге, мына асарлайық бағдарламасына толықтай көштік. Сондықтан қазір біздерде былай айтқанда не дейді жаңағындай колл-центр жұмыс істейді. Сосын іштегі отырған міндетті түрде біздерде официально жаңағындай өзімізде жұмысқа тіркеліп, пенсионный фонды бар, медстрахованиесі бар, барлығын алып отырып істеп отырған адамдармен ғана жұмыс істейтін болдық. Былай айтқанда колл-центр жаңағындай презентация деп. Бұрындағыдай жаңағындай сетевой маркетингті қолданбайтын болдық. Рахмет. Ғалымжан мырза, енді сіз бізге заң тұрғысынан жалпы кооперативтердің жұмысы заңды ма? Сіздің позицияңыз қандай кооперативтерге байланысты, тұтыну кооперативтеріне байланысты? Қазіргі уақытта мынау кооперативтердің үкімет тарапынан, заңнама тарапынан өте қысып тастаған. Өйткені кооперативтер басқа да бизнес түрлерімен айналысуға заңмен тыйым салынғанда, бұлар сол кезде қайдан ақша табу керек? Мысалы үшін банктер валютный фондовый биржаға салады, валютный рынокке ақшасын салады, рефинансирование, ипотека береді, анау қылады, мынау қылады, ана салған ақшаны қайтарып алады. Сөйтіп ақшасын көбейтіп алады. Жилищный, мынау кооперативтерде қазіргі ашылып жатқан, көзім көріп жатқан кооперативтерде біраздарын қорғап та жатырмыз осы күні біздің кеңсемізде, біздің азаматтар. Солар жоқ, ақшаны алады. Ол арт жағы бос кетіп қалып жатыр да. Бір адамға 10 адам ақша жинайды, 10 адамға 100-ге 10 мың жинап ақша беру керек. Ақшаны бұлар айландыра алмайды. Ол ақша деген айлану керек қой. Ақша деген табыс алып келу керек. Жилищно-строительный кооперативтерде, жилищный кооперативтерде осы бір маңызды бір проблемалардың бірі деп есептеймін. Негізі бұл кісілерге, бұл да бір заман талабына сай мүмкін бір кәсіптің бір түрі шығар. Осы күнге. Қазір малый средний бизнесті қолдап жатыр, бұлардың заңнамасын өзгерту керек. Егер де кооперативтер адал, жақсы жұмыс істейтін болса, мынау сіздердің галочканы алып тастау керек. Басқа кәсіп түрімен айналыса алмайсыз. Сосын барып жилищный кооперативтер проблемалары бұл әртүрлі өзім тәжірибемнен алған. Оны өзімізде дәлелдеп отырдық біраз уақыттар. Бұлар кәсіп түріне жатпайды. Иә. Бұлар частные предприниматели. Некоммерческая деятельность, да. Жеке кәсіпкерлер бұлар. То есть тек қана уставта белгіленген мақсатта ғана жұмыс істеу керек. Уставта белгіленбесе, мысалы үшін айтады, тек қана ауыл шаруашылығымен айналысу. Тек қана ауыл шаруашылығымен айналысу керек. Тек қана стройка, тек қана стройка. Ал егер уставта, мысалы, кәсіппен айналысам, мысалы, товар сатып, товарды сатып алып сату болса ше, уставта. Негізі бұлар пайда табу мақсатында бұларда жоқ. Пайда табу мақсатында. Бұларда заңнамаларында проблемалардың бірі пайда табуына мақсат бұларда иемденбеу керек. Бұлар осы моменттерді алып тастау керек заңнамадан. Кәсіп түріне айналысу керек. ТО, ИП, кез келген заңмен рұқсат етілген лицензия алып, жұмысын жасап, еңбек етіп жасауға болады. Мысалы үшін жилищно строительный кооперативтерді құрылады, олар бір белгілі бір мақсатқа үй салып, біздер үй қанағаттандырайық, ауылды жерлерде көп болатындай жерлер. Адамдар бірге, давай біз 10 үй салайық, сметасын строительный компания бәрін жасап алып келеді, бірігіп жасап, и соңында сол кооператив жоқ болып кетеді өзімен өзі. Бұл бірігу. Оларда мақсат бір үй салу. Ақшаның да өздері қалтасынан шығарады. Ал қазіргі уақытта кооперативтерде осы мүмкіншілік жоқ болғандықтан, менің ойымша, осындай бір үлкен бір қиыншылықтарға бұлар душар болып жатыр. Ақшаны айландыра алмайды.
Ақша деген үнемі айлану керек, ақша деген ақша алып келу керек, тиын алып келу керек. Сол себепті мұны өздерінің хотя бы шығындарын, бұл жерде қалай? Мен беремін ақша, анау береді ақша, бұлар айландырамайды, соны алады да басқа бір жерге пәтер алып береді. Как бір логикаға сыймайтын дүние ғой. Конечно, оның түбі сетевойға алып келеді. Сетевой маркетинг, сетевой пирамидаға алып келеді. Финансовая пирамида екенін бұлар соңынан алып келеді. Басында ол бәрі жақсы болды. Ұқсастықтары бар осы кооперативтердің және де қаржы пирамидаларының ұқсастықтары немесе айырмашылықтары? Енді мен көрген қаржы пирамидаларымен осы күнге шейін біздер осы қаланың біраз аудандарында қылмыстық істер бар. Соларды алып жүріп келе жатырмыз. Айырмашылықтары аса көп емес. Финансовая пирамидада олар то же самое ақша аласың, саған пайызбен қайтарамыз дейді. Пайызбен қайтарамыз. 1000 теңге берсең, ол 2 айдың ішінде ол адамның ақшаны алып жатқан адамның ар намысына, ұятына байланысты. Біреу айтады 1 жылдың ішінде, біреу айтады 1 жылдың ішінде, 1 ай дейді, 3 ай, 6 ай дейді. Енді кішкене ақылға сыйымды қылып айтса, оны айландырып, әкеп беремін деп, немесе айтады неше түрлі сайттар ашып жатырмыз, күшті глобальный сайттар, ертең ол сайт жұмыс істейді, ертең біздер үлкен ақша батып қаламыз дейді, соған алып келеді. Бірақ соңында ол сайт та жоқ, мүлік те жоқ. Бірақ қаржы пирамидаларында ақша қайтарылмайды ғой. Яғни сіз мысалы 1000 теңге салдыңыз, сізге 10.000 теңге береді. Менде болды, қайтарылмайтындар да болды. Анау біздер сайт жасаймыз, керемет сайттар болады. Біздерде анау глобальный ноу-хау болады, вот соларды жасаймыз да, біздер содан ақша түседі, сосын бар. Біз соған салып жатырмыз ақшаны дейді. Кейбіреулер айтады, жоқ, саған біз пайызбен қайтарып береміз дейді ғой. Үлкен пайызбен. Олар да екі түрлі де бар. Мына жилищный кооперативтердің айырмашылығы бұлар үй алып береміз дейді. Сөйтіп қағынады. Өйткені бір адамға үй алып беру үшін 10 адам ақша жинау керек. 10 адамға 100-ге 10 мыңға кетеді. Басындағылардың барлығы пәтер алады, жақсы, керемет. Сол кезде мен ойым бар да, жаңа сөзімді қайталап кетейік. Егер мына 10 адам ақша тапсырса, 10 адамды басқа бір жақсы бір пайдалы дүниеге ақшаны салып, ертең 1 жылдың ішінде оны қайтадан шығарып, пайызбен шығарып, сол кезде мыналардың барлығына ақшаны өндіреміз деген бір оймен келген дұрыс. Ал былай 10 адам ақша төлесе, 10 адам, 100 адам, ол түбі бәрібір де сол қылмыстық кодексте көрсетілгендей финансовый пирамида, қаржы пирамидасының қылмыс құрамына алып келіп жатқан дүниесі бар. Бірақ айта кетейін, өте қиын дәлелдеу. Бұл жерде неше түрлі аудиторский проверкалар керек, құжаттар керек, көп құжаттар жоғалып кетеді. Адамдар түбін таппай қалып жатқан дүние бар қазіргі уақытта. Қараңызшы, Ғалымжан мырза, жалпы заңнамаға өзгеріс енгізу керек деп жеңіл айту, бірақ пошагово, мысалы, қандай бұл істермен кім айналысады, депутаттарға бару керек па, мемлекетке қалай шығу керек, осы өзгерістерді кім енгізеді? Негізі жақсы, неше түрлі бір кәсіппен айналысқан кезде бизнес план дейді ғой, сол сияқты бір жақсы жоспарларыңыз болу керек, сосын істеуге, сосын барып, қазіргі уақытта кәсіпті қолдайтын көп ұйымдар бар. Сол кәсіпті қолдайтын ұйымдарға жіберу керек. Міне біздер осылай, бұл қоғамның талабы. Кезінде сетевой маркетингті Нұрсұлтан Назарбаев өзі де айналысыңдар, бұл шетелден келген дүние ғой деп айтты. Бірақ заңның аясында ешкімді алдамай, бірақ ой жаман, арамы пиғыл азаматтар бұны теріске бұрмалап, ақша табу мақсатында талай азаматтар алдап кетіп отырды. Негізі шетелдерде бұл әдемі жұмыс істеп, бірақ заңнаманы всегда заң қабылдадық, ол қатып қалмау керек. Оны всегда өмір талабына сай, уақыт, заман талабына сай үнемі өзгертіп отыру керек. Біздің заңдар күніге өзгеру керек. Өйткені біз дамып жатырмыз. Заң қай уақытта өзгермейді, егер де ел дамымаса өзгермейді. Проблема жоқ деген сөз. Кооперативтер бірігіп, бір ассоциация құрып па, немесе заңгерлерді жинап, кәдімгі бизнес-план сияқты жазу керек. Мысалы үшін нотариустар, адвокаттар, сот орындаушылар, өздерінің палаталары бар. Өздерінің бір қоғамдағылар бар, жиналады сол жерде. Соның председатель жоғары қарай көтеріледі, барып, жоғарыдағы отырған азаматтарға, депутаттарға законопроект есебінде ұсынып, осы моменттерді көрсетеді.
мен айта алмаймын потребительский кооператив өте жақсы, бәрі керемет жұмыс істейді. Жоқ. Неге олар? Ондайға жол бермеу керек, өйтіп жұмыс істеуге. Чтобы азаматтарды алдап, ертең алданып қалатындай дүниеге мүмкіншілік беру керек. Кәсіпке, бүгін айтып жатыр ғой, жаңа Қазақстан кәсіпкерлерге мүмкіншілік беру керек. Сол сияқты бұларға да заңды қаталдатып, бұл кісілерге де да кооперативтерге сөйтіп, мынау жол ашу керек. Мен үнемі айтып жатамын, тергеу кезінде де айтамын, басқа да бір шараларда айтамын. Бұлар қаяқтан ақша табу керек? Қаяқтан ақша табады? Бұларға заңмен тыйым салынған ақша табу. Қаяқтан бұлар ақшаны өндіру керек? Банктер айналдырады, микрофинансовық ұйымдары тоже ақшасын алады, тубалар ақшасын алады, анаған салады, мынаған салады. Неше түрлі әйтеуір бірінші ақшасын шығарып алады да, сөйтіп қайтып баратады. Соның өзінде біздің банктерге, соның өзінде қандай мүмкіншілік беріп жатқанның өзінде олар да қатесіз емес, қаншасы да банктарда қаншама елдің азаматтарды алдап кетіп жатқан дүниелері бар. Бірақ сонда да заңнаманы банк саласында күшейтіп, заңнаманы күшейтіп жатыр. Кредиттерді ары жоқ, бері жоқ, бере бермесін деп заңнаманы күшейтіп жатыр ғой. Қазіргі уақытта мен айта аламын, осыдан кетті бір 20-шы жылға дейін бізге кеңсемізге келетін азаматтардың саны тек қана кредиттер бойынша талай көбейді. Қазір сол уже 90%-ға азайды. 90%-ға азайды. Біздер анда кіші микро қаржы ұйымдармен айналыспаймыз. Ана үлкен заводтардың, фабрикалардың, үйлерін салып қойғандар, ертең банк алып қоямыз. Вот сол сондай кісілермен біздер көп айланыстық. Сол кезде білеміз да, что банковская система не идеальна. Но 20-шы жылдан бастап үлкен өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Комиссия бойынша точкасы қойылды. Пения бойынша точкасы қойылды. Сосын барып залоговое имущество алған екен, оны торгиге салған кезде ол бойынша тоже точкасы қойылды, что 30%-дан төмен үй сатылмау керек. Сол сияқты дүниелер бұл салада да жасалуы керек. Анау бар ғой, если есть, оны менің клиенттерім, есірткімен айналысатын клиенттерім, қорғаймыз ғой, солай айтады. Если есть спрос, мені қамайды, басқа біреу пайда болады. Бірақ ол бойынша тоже заңнама күшейіп жатыр. Бірақ ол азайып жатқан түрі жоқ. Бұл жерде енді бізге келетін болсақ, енді қазіргі күні біздер 19 жылдан бері 4 рет қылмыстық іс. Енді бұл да тіпті сіз айтқандай, кооперативтер қылмыстық іс ашылмау керек. Кооперативке бірінші аудит өткізу керек. Дұрыс айтады. Дұрыс. Неге? Өйткені бізге қылмыстық іс ашты да, біздің репутациямызды түсіріп тастады. Біз жұмыс істей алмай қалдық. Қараңыздар. Ал 4 рет қылмыстық істен кейін барып аудитке бастар жетті. Ой-бой, мынау енді жаба алмай жатырық мына кооперативті. Енді аудит істендір деп, жаңағындай дәлел керек деп, аудит істеп, агентство финансовый надзоры деген бар. Сол біз үстімізден аудит өткізіп, әйтеуір осы 2022 жылдың 22 желтоқсанында ісімізді жауып, бұлар ешқандай қылмыстық әрекеттер жоқ. Берілген бүкіл ақша залогта тұр, қайтарылымы орынды, және де шыққан адамдарға да ақшасын қайтарып беріп жатыр деп әйтеуір ісімізді переквалифицировали дейді ғой. Жаңағыдай бұл азаматтық қарым-қатынас деп жаңағыдай біздерге шешім шығарып берді. Яғни неміз уголовный дело емес, бұларға ашылу керек, жаңа гражданско-правовой деп жаңағыдай кімде шағым болса, сол жаңағыдай жеке азамат түрінде сотқа беріп, кәдімгідей біздермен дауласып, жаңа ақшамды қайтар, немесе неге қайтармай жатыр деп, соның барлығы. Ал енді біз өзіміз кооператив болғаннан кейін іштен қай кезде ақша қайтарамыз, қалай ақша қайтарамыз, бұл жаңа Қазақстанның заңы бойынша біздер алдық па, біздер оны ақшасын қайтарып беруіміз керек. Оны қазір біздер орындап жатырық. Сондықтан бұл жақта жаңағыдай қаржы пирамидасы деген нәрсеге біздегі айыптай алмайды. Бірақ енді келесі біздің жаңағыдай айтып отырған бизнес пландары бар ма десе, біздерде бұл жағынан бизнес пландарымыз да бар да. Біздің кәдімгідей көрсететін бизнес пландарымыз да бар. Егер де біздерге қазір кәсіппен айналысуға мүмкіндік берсе, жаңағы бұл кісі айтып отыр, бұлар приложение ашқысы келеді, сол приложениеге халықтан ақша жинайды деп.
ол біздер оны істеп қойдық, ол приложение біздер ақша жинамастан да істеп қойдық, приложение бар. Мысалы, мүмкіндіктеріміз бар. Тіпті қазір сол ақшамды 500 мың теңгемді қайтарып берші деген адамға біздер 500 мың теңгесін қайтарып бермей ақ та, мысалы бытовой техника, сол телефон, телевизор, холодильникті бере аламыз, негізінде кәсіппен айналысатын болсақ. Ол же 500 мың теңге емес, біздер миллион жарымға бере аламыз. Ол жаңағындай пайы 500 мың теңге бола береді, бірақ ана алған жаңағы техниканың құнын қайтарып береді біздерге. Ол кәдімгідей кооперативтің өзінің істейтін, бүкіл әлемде істеп жатырған не бұл жаңағындай тәжірибе. Бүкіл әлемде істеліп жатыр бұл тәжірибе. Тек қана біздерде осыны бір бөлігін алған, бір бөлігін жапқан, жаңағы сіз айтқандай, неге ЖСК-лар жоқ? Өйткені оны заңды түрде ликвидацияға жіберді. Неге? Оларға деген заңды түзету настолько қиын болды, что жауып тастау оңайырақ болды да. Бірақ былай егерде азаматтық құқыққа келетін болсақ, азаматтың құқығын бұзды. Яғни былай айтқанда бір үлкен строительный компания миллиардқа салып, 2 миллиардқа салу керек. Бірақ 100 адам жине алып 1 миллиардқа салады, 50%-ға арзандатып. Бірақ оның құқығын о жағынан жауып салмайды. Яғни былай айтқанда біздер қазір 100 адам жине алып, әрқайсымыз мысалға 20 миллион теңгеден салып бір үй көтеретін болсақ, болады 2 миллиард теңгеге 9 этажканы салуға болады. 100 адам жиналып жүрміз. Бірақ оның құны салып болғаннан кейін 40-50 миллион теңге. Бірақ оны бізге қазір тыйым салып жатыр заң бойынша. Енді келесі қазіргі біздің мына қайта-қайта жаңа депутаттарға кіріп жүргеніміз, қайта-қайта жаңа ассоциация құрайық деп жүргеніміздің мақсаты осы. Өзіміздің құқығымызды орнатып, біздерде қандай құқық бар? Бірігу құқығы бар. Өзімізге жаңағындай мына затты екі есе қымбат емес, өзінің бағасымен алу құқығымыз бар. Соны біздер орындай алмай жатырық та. Енді арамыздан мінекей қанша кездесіп жүргеннен бір адекватный юрист келді, который айтып отыр, бұлар істей алады, бұларда заңдары бар, бірақ жаңа бұл даму үшін тағы да мынандай заңдар керек дегенде, дұрыс, бұл кісі айтып отырған жоқ. Бұлардың бәрі пирамид жау керек деп жатырған жоқ. Хотя қаншама бізге юристтер келіп айтып отыр да, бұл пирамида мен сенбеймін, оны жау керек. Айналайын, самолетті да кезінде ұшқан жоқ. Оны ұшырған адамдар бар да. Сол сияқты заңда да қазір біздер дамуымыз керек. Жаңа Қазақстан керек десек, не істеу керек? Заңды дамыту керек те. Яғни былай айтқанда жауып тастамау керек. Дамыту керек те. Оны неге? Өткен болашағымыз бар, ұрпағымыз бар. Адамдар енді осылайынан бір нәрсе дамыту керек десек, яғни былай заярлы мемлекет, экономикасы мықты мемлекет болатын болсақ, онда адамға жеке кәсіпке жол ашу керек. А мынау кәдімгідей жеке кәсіпке жол ашатын бірде-бір тура жол. Негізінде әлемдік тәжірибеге қарасақ. Кооперативтер банкке бәсекелес емес пе? Жоқ, никак бәсеке болмайды. Себебі бұл жерде адамдардың бұл жердегі құқықтары да бөлек. Банкте клиент, банктың адамдары банкке клиент. Кооперативтің адамдар кооперативте үлескер, пайщик, дольщик, партнер. Бірақ никак клиент емес. Біздер өзіміздің үлескерлерімізге клиент ретінде қарамаймыз. Неге? Өйткені біздерде жаңағындай үстемдік ақша жоқ, оған клиент ретінде пайда беретін. Олардың өздерінің ақшаларын өздері өндіріп жатыр да, өздерінің арасында. Бұл жерде мысалға 10 адам жаңағындай бір адамға үй алып берді ме? Сөйтіп ол адам ақшасын қайтарып беру арқылы келесі адамдарға сөйтіп бір-біріне үй алып беру мақсатында былай айтқанда бір дөңгелету, бір ғана ақшаны. Бірақ егерде мемлекет тарапынан біздерге еще бұның бір бөлігін жаңа резервный фонд развития кооперативі бар. Соны біздерге қазір кәсіпке саласыңдар десек, біздер онда оны біздер жой алмаймыз, ешкімге оны пайда етіп бөліп бере алмаймыз. Бірақ кооперативтің ішіндегі жаңағындай мына айналым ақша бар ғой, сонда салаламыз да. Яғни былай айтқанда бір адамға 10 адам үй алып беретін болса, уже 10 адам керек емес еді, 9 адам керек. Неге? Бір адамның салатын ақшасын біздер кәсіп арқылы өндіріп, сөйтіп уақыт өте, уже 8 адам керек, 7 адам керек, 2 адам керек дегенге идеальный вариант, жаңа 2 адам, бір адам береді, екінші адам береді, жаңа бір адам күткенше оның ақшасы өніп шығады деген бұндай бір үлкен алда жоспар, жұмыс көп негізінде. Бірақ біздер қазір не дедіміз? Мына түпкі әлі неше жылдан бері бұл
бір қырғын байталас болып жатыр. Бұл пирамида ма, жоқ пирамида емес па деген нәрседе, бұл айтқанда баяғыда аттап өтіп кететін жерден біздер әлі жаңа батып келе жатық. Осы арқылы қаншама кооперативтер істерін жүргізе алмай құлап жатыр да. Осы сөзіңізден кейін енді осындай сұрақ туындайды. Ғалымжан мырза, сіз қалай ойлайсыз? Жаңа Қазақстанға жалпы кооперативтер керек па? Мүмкін мемлекет тарапынан, мүмкін кооперативтер керек емес, сол себептен олар ешқандай мән бермей жатыр. Енді президентіміз әр елге барады, инвестиция тартамыз. Қытайға барады, Америкаға, Европаға, ана жаққа, арабтарға барады, бізге инвестиция беріңіздер. Бұл сырттан келетін инвестиция. Одан бөлек іштегі инвестиция деген болады. Іштегі инвестиция сіз бен біз. Қайда жүрсіңдер баяғыдан деп, осыны айтып жеткізе алмай жүрік қой. Іштегі инвестиция мына осындай кооперативтерге, ұйымдарға беру арқылы пайда табу мақсатында адамдар жиналады, ұйымдасады, бірігеді. Бұл жағдайда мынау заңның осалдығы болып тұр бұл жағдайда. Енді кооперативтер міндетті түрде керек, ол заман талабы. Өйткені банктерде қарапайым азаматтар, уборщицалар 60 мың, 70 мың, 100 мың теңге айлық. Банк ешқашандай оған кредит бермейді, ипотека тем более бермейді. Кешіріңіз, бізден алып жатыр, мысалы уборщицалар алып жатыр. Ипотекаға тем более бермейді. Сол себепті адамдар арманы ғой, енді көп азаматтың арманы бір баспаналы болу. Соған бұлар енді мен ройды білмейді екем, кездескен емеспін, адамдар келген емес, бірақ басқа келгенде бұлардың системаларымен мен кішкене сұхбат жүргізген кезде системаларына сіздердің системаларыңыз дұрыс емес ғой. Қалай сіздер бұны қазір айландырып алып келесіз? Соңынан келгенде давайте аудиторға жасайық, чисто математический расчет. Соңынан келгенде сіздер минусқа кетесіз ғой. Я деп минусқа кетеміз. А сендер басқа кәсіпке айналыссаңдаршы, су шығарыңдар, там жатқан су. Біздер шығара алмаймыз деді. Анан жасасақ заңсыз боламыз, мынаны жасасақ заңсыз, анан ақшасын алып қазір сізге салып жіберсек, ертең үкіметтік орган келеді, қайда жібердіңдер біздің ақшамызды? Қайда салдыңдар? Ол дұрыс емес. Сол себепті кооперативтер болады да. Одан ешқайда кете алмаймыз. Мысалы үшін қаржы ұйымдарын сөйтіп реттеді ғой. Микрофинансовый организациялар болды и микрокредитный организация. Микрокредитный организациялар тек қана азаматтық кодекске ғана бағынды. Заң болмады. Сөйтіп олар қаншама уақыт бойы, если честно, бесчинство. Один к одному 100 мың теңге алса, 250 мың теңге қайтарған кездерде болған азаматтарды қанап. Неге солар қылмыстық жауапкершілікке тартпады? Жоқ, оларды алды да 20-шы жыл 1-ші шілдеден бастап барлығы микрофинансовый ана заңнаманы жетілдіріп, микроқаржы ұйымдары официально боласыңдар, лицензия аласыңдар. Міне сендерге агентство развития финансовый АФР-ді ашып берді, бөлек осыған бағынасыңдар, осы жермен жұмыс істейсіңдер, осы жерден реттейсіңдер өздерің. Сол сияқты бұларға да кооперативтерге де осындай бір кішігірім бір управление ма, бір комитеттің ішінен ашып, осылардың жұмыстарын қадағалайтын және заңнама түрінде жетілдіретін надзорный органдар жоқ бұлардың бәрі. Допустим, адвокаттарға, сот орындаушыларға барады, палатаға жүгінеді барлығы. Судьяларға верховный сотқа барады. Қаржы ұйымдарына АФР-ға барып арыз жазады. Полицияға емес, АФР-ға. Полиция, если банктың үстіне арыз жазатын болса, алаяқтық болды деп, бірінші АФР, полиция айтады, АФР-ға жаз бірінші. Олардың заключениесі керек бізге. Сосын барып полицияға, немесе басқа да құзырлы органдарға жүгінеді. Сол сияқты бұларға да бір кішігірім бір мекеме керек, бұлардың жалпы жұмысын қадағалайтын, реттейтін заңнама керек, заңнаманы жетілдіру керек. Немесе егер де жетілдіре алмайтын болсақ, жоқ қылу керек. Әйтпесе бұның түбі жақсылыққа бармайды. Егер мемлекет кооперативті дамытатын болса, банктер босап қалмай ма? Сол үшін мүмкін қазіргі таңда кооперативке мән бермейді. Менің біраз клиенттерім айтады, если есть спрос, меня закроют, другой придет. Бәрібірде спрос болған жерде келеді. Мысалы үшін жезөкшелікпен атам заманнан бері күресіп келе жатыр. Есірткімен, қарумен өмір бақи күзетіп келе жатыр. Алды да кейбір Европаның кейбір жезөкшелікті маңдар легализовать етті. Наркотикті алды да легализовать етті Европаның кейбір мемлекеттер. Күреспей, жақсы давайте отдельно зоналар. Мысалы үшін біздерде мынау
казинолар. Баяғыда Алматының ішінде мен білемін қанша менің сокурсниктерім бірге оқыған кезде бәрі сол казиноға барып ойнап, ана банкоматтармен ойнап, оқуынан шығып кетті, ақшасын төлей алмай. Иә, болды. Но оларды реттеді ғой. Иә. Тез реттеп жіберді. Бір ауыз. Микроқаржы ұйымдарын реттеп жіберді. Казиноларды реттеп жіберді. Все, проблема жоқ. Сол сияқты бұларды бір кірісіп реттеу керек. Вот сол кезде тәртіп болады бұларда. Егер де құқық қорғау органдары да қиын жағдайға түсіп жатыр да, құқық қорғау органдары да қиын жағдайға түсіп жатыр. Неге? Өйткені дәлелдеу қиын. Бұлар пайылы взнос бар, и сосын ай сайынғы төлемдер бар. Осы ай сайынғы төлемдер олар өздері біледі. Айлық, анау, мынау қылады, там офис арендап етеді, ол кетеді. Ал мынаны бұлар ешқайда жібермесе, оның қылмыстың құрамы жоқ. Ал мына ақшаны, мынау 10 адамға алып беру үшін бұны айландыру керек ақша. Сол кезде ол екі есе болып қайтады, сол кезде сен төлей аласың. Ал ол анықша айланбаса сен қалай төлейсің? Вот барлық кезде сол бұларға қысып тастаған. Жібермейді жан жақтан. Халықтың шулауында да бар. Халыққа какая разница? Халық үкіметке қарайды, сен ай қарап отырсың ба? А халық білмейді ғой, что бұлардың заңнамасында өзінің халықтары бар. Бұлар жұмыс істей алмайды. Жалпы заңнамалар қалай өзгереді? Олар депутатский запрос жібере ма? Оны жаңағы сөзімді аяқтай кетейін. Ендеше жақсы проект құрылады, ұйым құрылады. Сөйтіп барып бір депутатқа, мысалы үшін, көп қой партияларға жүгіну керек. Сол партиялар арқылы законопроект есебінде құзырлы органдарға жібереді. Министерство юстиции. Сол бүкіл заңнамалар солардың қолынан өтеді. Конституцияға сай емес, басқа да общественное обсуждение болады. Барлығы министерство юстициясының құзырында солар обсуждать етеді. Енді сіздердің құзырлы органдарыңыз жоқ қой. Жоқ. Сол себепті сіздер проблема сода. Біздер кімге баратынын білмейміз. Юстицияға барасыздар. Болды, заңнама бойынша, заңнама қабылдайтын болсаңыздар, юстицияға. Өйткені уставты қабылдаған юстиция. Тіркеген юстиция. Сол себепті юстиция арқылы жоғарыға шығып, депутаттарға шығып, заңнаманы депутаттар қабылдаса, президент міндетті түрде қол қояды. Қоғамдық обсуждениеге біздер мынаны модернизациясын деп отырмыз. Мына микроқаржы ұйымдарын тоже модернизировали систему. Банковскую систему постоянно модернизируется. Микрофинансовый модернизируется. Все сферы деятельности. И горный бизнес тоже модернизируется. Барлығы заңнама всегда өзгеріп келе жатады. Сіздердің заңнамаларыңыз. Мен білмеймін қашан соңғы рет өзгерістер енгізілген. Сол 18 жылы ЖСК-ларды ликвидировать ету үшін бір әрекеттер істеді. Сосын 20 жылы кооперативтерді ликвидация істейміз деді. Онымен біздер сол үшін әлі қылып келе жатырық. Жалпы естіңіз да, КСК-ларды, ПКСК-ларды жаңағы ОСИ-ге аударамыз деді. Соның барлығы сол по ликвидация. Меніңше үлкен топ құрылу керек, анализ жасалу керек. Қоғамға бұл керек па? Керек емес па? Меніңше бұл дүние қоғамға керек, өйткені қоғамға альтернатива к банкам сделать. Микрофинанс. Банктерге микроқаржы ұйымдары ашылды, альтернатива. Енді мынау баспана мәселесі бойынша бұлар может быть альтернатива. Кім біледі? Оны уже сол жердегі мамандар айқындап біліп. Енді сізге көрсеткім келеді, қазір кішкене уақытымыз бар ғой да. Бір танысып шығуымызға болады. Мынау жаңағы мен айтқаным, қаншама адам ай сайын кіру керек, немесе қаншама адам алады, қаншама адам шығады. Ақыр соңында мысалы 80 айда қаншама адам кооперативте отырады, соның ішінде қаншамасы жалпы алып шығады деген жаңа дәлеліміз ғой. Бүкіл қаржы бойынша. Мұның ішінде кәдімгідей тиын-тиынымен қай ақша қайда кетеді, қай жерге кетеді дегендей. Ішкі аудит дейсіз ғой. Ішкі аудит. Енді мына жерде дополнительный взнос деген бар. Вот. Егер де осы жерде дополнительный взноста мына жағында дополнительный взнос жаңағы неден болатын болса, пайдадан. Онда мына жердің ситуация вообще өзгеретін еді. Мынау еш пайдасыз, просто адамдардың алынған, қайтарған, салған, келген адамдардың үш тарапты ақша ғой. Бір келген адам 30%-ын құяды, капитеті отырған адам ақшасын құяды, алған адам қайтарады. Дегендегі мынау бүкіл ақшаның перетоктары. Соның өзінде біздер көріп отырамыз, что 80 ай жұмыс істесе, ешкім араласпай, адамдар шықпай, шықса да өзінің ішінде нормалары бар. Қалай кооператив шығып кетеді, оның орнына кім салады? Мысалға біреу шығып кететін болса, орнына қалған 100 адам бар, 100 адам толтыру керек, чтобы анау яма болмас үшін. Бұның барлығы қазір түсіндіру жұмыстары болып жатыр.
Сонда біздер көреміз де кооперативке жалпы 80 айдың ішінде 400 адам келеді, 400 адамның 300 алады. 80 айдың ішінде. Бұған не керек? Адамдарға опять 80 айлық бір жаңағыдай шыдам керек, сабыр керек. Бірақ әрине әрқайсысы банктерден де күтеді ғой. Бірақ оны түсіне алмайды адам. Бұл айтқанда біздерде анандай бір бос бір жаңағы бәрі айтай бергеннен кейін, финанс пирамида дегеннен кейін үрей, қорқыныш, жаңағы күмән, сенбеусіздік, сабырсыздық деген нәрселер бұл жерде құртады да. Жалпы Ғалымжан мырза, сіздің кеңсеңізге жалпы қандай адамдар келеді? Қаржы пирамидасына, кооперативтерге байланысты. Енді Не деп? Үй ала алмай жатырмын ба, или ақшамды қайтарғым келеді деген сияқты. енді біздер адвокат болғандықтан ар жақты да қорғаймыз, бер жақты да қорғаймыз. Әр кезде максимально көмектесуге тырысамыз. Адамдар көп. Менің бір тәжірибемді айта кетсем, азаматтар келді, документтерін көрсетті, заявление жаздық, міне біздер үйтті, бүйтісін, соңынан кеп тексеріп қараған кезде тіркелмеген заявлениесін алған, договорын берген, ар жаққа жұмыс жасалмаған. Юстицияға жібермеген, Юстицияға перерегистрация өту керек, міндетті түрде. Ол член потребительского кооператива. Біздерде бар. Юстицияда міндетті түрде тіркеуде тұру керек. Сол тіркеуде тұрмаған. Осы бойынша бірден бір проблемалардың бірі осы. Көбісі кейін жинап бірге істейміз. Жоқ, айналайын. Жоқ, саған бір ай уақыт беріледі. Бір айда? Бір айдың ішінде міндетті түрде тіркеу керексің. Болды. Реестрге кіру керек. Біздер анамен үйттік, мынамен бүйттік. Это ваши проблемы. Мына кісі тіркелмеген. Естественно, сондай кезде уже мынау алаяқтық бабына келіп тұр. Состав преступления. Сосын барып бірден бір проблемалардың бірі деп есептеймін. Мысалы үшін банктер алған квартирасын ипотекаға береді, адамның атына жазып бере салады. Все, өзінде. Ертең банк жауылып жатса, құрдымға кетіп жатса, квартираның атында қалады. Ал потребительский кооперативтерде мүлік кооперативтің атында. Ертең Құдай сақтасын бірінші болып жатса, ана адамның банкротный управляющий или басқа бір үкіметтен келіп жатқан мекемелер болатын болса, мүлкін алып қойды, сатып, ақшаны үлестіріп беруге міндетті. Осындай бір проблема болды. Ертең риск туындайды. Алдыма квартирасын ипотекаға бер, ертең заңнама бойынша, как банктер сияқты алып қоя аласың, сатып жібересің, сот орындаушылар бар, институт судебных исполнителей деген бұл да бір, осы тоже проблема. Қалай мен өзім атыма аударып аламын, ертең бірінші болып қалса бұл жабылады деп көбісі сөйтіп ойлап келеді. Негізі бұл жерде жалғыз бұларды кінәлай берген дұрыс емес, адамдар біліп келеді өзі. Мыналарда бір шикілік бар ғой. Бір тергеу амалдарында отырмыз. Сол кезде ана жәбірленуші менің қорғауымдағы азаматқа сен ертең күнәға батасың дейді. Жоқ дейді. Иә, бірақ сен де батасың күнәға. Неге дейді? Мен не үшін батамын? Мен жәбірленуші, сен мені алдап кеттің ғой. Жаратқан саған не үшін көз берді, бас берді? Сен бас кезінде бірінші маған сендің ғой, үшін мен саған ақшаны қайтарып беретін. Иә, сендің. Неге қазір сенбей жатсың? Қазір мені алаяқ деп не алып жатсың? Значит, сенің өзің ойың екі түрлі. Күшті айтты. Маған осы нападка каждый день келеді де, бірақ халық сеніп келді негізінде. Дұрыс айтады. Өйткені добровольно келеді ғой. Өйткені халықтың өзінде де күнә бар. Сосын барып, мынау түсінем, бұл жаңа направление, мынау финансовая пирамида, мынау нелер, потребительский кооператив и так далее. Мысалы үшін 2000 жылдардың басында терроризмге біздерде құқық қорғау органдарының бір специалисті болмады. Терроризммен айналысатын, мынау ағымдар қандай неше түрлі ағымға бөлінеді, олар қайсысы деструктивный болған жоқ. Сол кезде біздікілер не істеді? Шетелге оқытты ғой. Апарды Египетке жіберді, араб мемлекеттеріне, Турцияға жіберді, Иран, Ирак, бүкіл жақта біздің мамандар кәдімгі азамат есебінде барып оқып келіп түсіндірді. Мынау біздікі, ата-бабаның салдымен келе жатқан, мынау біздікі емес. Мынау біздікі, біз сол айналдырған 3-4 жыл. Барды да үйреніп, оқып, біліп келді. Бұл жағдайда да тоже самое. Мамандар. Жаңа айтып жатырсыз ғой, ең бірінші аудиттен бастау керек. Даже келіп жатады, мен сразу айтамын, полицияға, ДР-ге барудың қажеті жоқ, бірінші аудит жасамайды.
егер аудит ертең біздер де оны құр жасамаймыз ғой, ертең жауапкершілікке тарта алмасақ біздің абырой бізге сол таяқ бізге тиеді, сендер алаяқсыңдар, солармен қосылып кеткен. Сол себепті бірден айтамын, егер де біреу балағаттаса филологқа жүгінеміз, экспертизаға. Филолог айтса, бұл жерде бар дейтін болса, міне документ, барамыз сотқа. Ал егер де экономикалық қылмыстарда, экономикалық осындай финансовый пирамидаларда аудит жоқ болса, аудитті жүргіземіз міндетті түрде. Аудитсіз бармаймыз. Өйткені біздер мына аудитке бөлек гонорар аламыз да, қылмыстық іске. Егер де аудит дәлелдесе, мен заңгермін, мен аудитор емеспін, есепші емеспін. Олар дәлелдеу керек. Әркім өзінің ісімен айналысу керек. Егер дәлелдеп берсе, бұл қылмыс деп, все, тергеуші, ол мына аудит тура солай қалады. Аса маңызды қатты өзгере қоймайды. Өйткені олар білімдері бір, олардың заңдары. Өйткені ішінде сан ғой. Санның бір санды өзгерте алмайды екен аудит. Мысалға, ол сан болғаннан кейін бір жерде сөз жоқ. Сөзді қалай болса, мысалы, юристтер бір сөзді екі айналдыра алады ғой. Например, да? Ал санды сен екі айналдыра алмайсың да. Сондықтан біздерден де постоянно требовать ететініміз, аудит өткізіп шеш деп, біздерде 2 жылдан кейін барып, адвокаттарымыз добились, что агентство финансового мониторинга бізге надзор, бізге аудит өткізді. А сіздің үлескерлеріңіз өздері жиналып аудит өткізіле ала ма? Өткізе алады. Спокойно. Біздер қазір өз тарапымыздан, енді бұл мемлекеттің тарапынан болды аудит, кәдімгідей тендер ойнатты мысалы. Біздер енді қазір өз тарапымыздан аудит өткізіп жатырық. Жалпы халыққа көрсетуге, ертең даже осылай бұл кісіге, біздің үлескер бұл кісіге барғанда да, біздер бұлар бізге запрос жіберсе, мысалға, аудитіңіз бар ма деп, біз көрсете аламыз да, мінеке аудит бар. Бұл кісі арғартыңыз. Жаңағы тағы да сұрақ, мысалы мені деген блогерлар, мысалы журналистер балағаттап жатады. Бұл создатель финансовой пирамиды деген сияқты. Бұл жерде жаңағындай қалай болады? Мен не істеуім керек? Мысалы менде деген болай тұр. Сотқа бере ала ма? Следовательдерден бастап какой-то бір... Енді бұл жағдайда азаматтық кодексте көрсетілген, ар намысын егер де кәсіппен айналыссаңыз, это защита деловой репутации деген бар, защита чести и достоинства деген бар, и клевета деген бар. Деловая репутация, защита чести и достоинства бұл азаматтық қарым-қатынастар. Немесе ал клевета дегендер бұл қылмыстық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көрсетілген. Бұл бірақ полиция арқылы емес. Напрямую сотқа жүгінесіз. Материалда жинайсыздар да, тікелей сотқа жүгінуге болады. Ол үшін то же самое. Егер де клевета болатын болса, филология экспертизасын жасатып, мынау солардың барлығын документтерін жинап, филологқа, қазір частном порядке частный эксперттерде толып жатыр. Клевета, мысалға, мені мошенник десе клевета. Да. Мошенник десе, егер қылмысқа сізді, мынау бұл қылмыскер дейтін болса, біз жөзекші, қылмыскер, мошенник, бұл қылмыстық жауапкершілікке сізді, бұл клевета болады. Ал қараңыздаршы, жалпы мен білем, кейбір адамдар кооперативтен шыққан кезінде, сотқа арыз жазған кезде вступительный взнос деген бар ғой кооперативте. Сол вступительный взносты қайтарыңыздар деп арыз жазады. Бұл заңды ма? Енді екі түрлі взнос білем бар екен. Біреу әйтеуір пай, пай и біреу вступительный. Вступительный ол күнделікті мынау кооперативтің өмір сүруіне. Ол қайтарылмайды. Ол қайтарылмайды. Егер сот мысалы шешім шығарса, қайтарыңыздар деп, госпошлина бар, вступительный взнос бар. Оны мен енді судья емес, сот шешім бағасын, сот бағасын береді. Неге мен бұл сұрақты қойып жатырмын, өйткені егер де сот осындай шешім шығарса, мысалы вступительный взнос қайтарылсын деп, яғни ол басқа үлескерлердің пай ақшасынан алынып жатқан ақша ғой. Иә, ол значит, сол иногда заңды, иногда имеет дәлелдеу керек. Біз жұмыс істеп жатқандығы жайлы көрсету керек. Жұмыс істеп, жоқ, біздер ол тастап тастадық, міне суреті екіншісі. Отчетыңыз беріп жатырмыз, міне ақша өткен жылға 20 миллион ақша түсті, 20 миллионның 10 миллионы мынаған кетті, 10 миллион 5 миллион мынаған кетті, 3 миллион айлыққа кетті. Бізде қазір накопительный неде
2 миллион теңге тұр. Болды. Істеп жатыр екенсіздер ғой. Какие проблема? Ақшаң сенің шығып кеткен жоқ, ағайын. Шығып келе ма? Ананы неңді, пайыңды қайта, қалғанын ше. Ал біздің тараптан мысалға бұл жерде таза математика ғой. Біздің тараптан таза математика аудит. То есть біздер көрсетеміз осыншама жұмыс істелінді, осыншама үй алынды, немесе көлік осыншама үлескеріміз қанағаттандырылды, осыншама ақшаға бар ақшасына, немесе осыншама үлескерге ақшасын қайтарып берді. Енді мысалға дейік, ал элементарно, просто 100 адамға ақшасын вступительін қайтарып бердік дейік. 200 мың теңгеден деп есептейтін болсақ, мысалға 200 миллион теңге қайтарып бердік. Ол не демек? Ол болашақта 200 миллион теңге, бір адам 500 мың теңге салған болса, шамамен 50 адамның ақшасы болса, болашақта 50 адамның вступительный емес, пай ақшасы болмай қалады. Өйткені біздер соны ішінен аламыз. Соны түсіне алмайды кейде. Біздер математика болғаннан кейін, біздер сол жағынан айтсақ, оны судья түсінгісі келмейді. Енді егер сол қайтадан келіп тұрмыз ғой, егер де сіздер кәсіппен айналысатын болса, ол проблема болмайды. Сіздерге ол уже ыңғайлы болып кетеді. Өйткені сіздер ішкі инвестиция тартып жатсыздар. Ішкі халықтың инвестициясын тартып жатсыздар. Егер үкімет басшылары шетел инвестиция тартып жатса, сіздер ішкі инвестиция тартасыздар да, оған қолайлы жағдай жасау керек. Сіздер сол ақшаны сала білуіңіз керек. Оларға ішкі инвестицияны алып та банкке салып қойып, депозит. Біреуге 14% аз, біреуге көп. Біреулер, мысалы үшін жаңа айттым ғой да, биыл Ресейде соғыс болып жатқан, Украина соғыс, пияз деген масқара кетіп жатыр дейді. Прям очередь тұр дейді. Сол үшін өмірі көрмеген табысқа жетіп жатырмыз деп жатыр. Ауыл, аймақ қуанып жатыр. Сол сияқты ғой, бұл рұқсат беру керек. Щоб бұлар ақшаны, егер де бұлар тоже самое бір кәсіпке салса, ертең ол шығады ақша, қайтады ақша. Енді бұларда ақша көп қой, қаншама мыңдаған адамдар келеді. Бір кәсіпке салмай, әртүрлі кәсіптерге салса, біреу кетер. Енді бұл кәсіп қой, біреу болар, біреу болмайды. Үшіншісі бәрін алып шығады. Немесе өздері мысалға, қазір сіздер үй сала алмайсыздар ғой, өздеріңіз? Опять-таки, біздер мысалға өзіміз үй салатын болсақ, арзанға шығатын еді. Бірақ біздер оны сатып алуға мәжбүрміз. Да, заңнамада көрсетілген жилищно-строительный кооперативтерде бұлар міндетті түрде құрылыс компаниясымен жұмыс істеулеріңіз керек сіздер. Өздеріңіз тоже бұлар кәсіппен айналыса алмайды. Ол құрылыс компаниясы кәсіп. Проблема. В общем, негізінгі сол біздердің бүгінгі күні талқылап жалпы кооперативтердің дамымай жатқандары осы заң шикілігі дегенде сондағы бір не жаңағындай кәсіппен айналысуға рұқсат беруі ғой бұл жерде. 100% кәсіппен айналысуға. Ол кәсіпті де негізде кооператив ішінен шықпайды. Негізде шықпайды, соның ішінде айналады. Просто бұл тек қана жаңағындай ауыртпашылықтың барлығы үлескерге түспейді ғой. Соңғы сұрақ, жалпы үлескерлер кооперативке кірер алдында не істеу керек, және де қаржы пирамидасына ұрынбау үшін не істеу керек? Мен жаңағыдай өзімнің ойымды объективно айттым, бұлардың заңнамасын өзгерту керек, бұларға мүмкіншілік беру керек. Заңнаманы жетілдіріп, бұлардың жұмысын жетілдіріп, қадағалауды. Кім оны жетілдіретін? Оны сіздер. Біз опять адам, айтқанда опять қарапайым халық. Сіздер. Ол халыққа керек болғаннан кейін сіздер жетілдіресіздер. Оны сіздер. Сол үшін жүрік. Сол үшін осы қырылып жүрік, сол үшін осы халықтың мүддесін қорғап, болашақта бір нәрсе қалдырайық, бір нәрсе болсын. Міндетті түрде регистрация өту керек. Договор, регистрация официально. Договорда жазу керек, что ертең шығатын кезде өзінің несін, пайын қайтарып алу. Анаусында дау жоқ, мен маған келгендердің бәрін айтамын. Оны ала алмайсыз. Өйткені ол потребительский кооперативтің күнделікті ішіп жеуіне сіз соған міндеттеме алдыңыз. Оны қайтару, оны сот шешеді. Ал мынаны қайтаруға мүмкін. Соны без проблем қайтарып, шығып кетуіне, кіріне деген қолайлы жағдайлар жасау керек. Регистрацияны обязательно көрсету керек. Регистрацияны, ақшаны регистрация өткеннен кейін салуға міндеттеу керек. Или солай келісу керек. Өйткені салып қояды, болды, қолыңызда договор, сіз членсіз. Құдай қаласа 5-6 айда, бір жылда әр кооператив өзі есептейді. Жаңағы сіз айтқаныңыздай, бұл жердегі нелері бар, рисктері бар, сосын условия, бірінші
регистрация болу керек, регистрация бар. Екінші, юстиция әр үлескер тіркелу керек, тіркеліп тұр. Аудит болу керек, аудиті бар. Математика жаңа есебі болу керек, есебі бар. Бизнес планы болу керек, бизнес планы бар. Мысалға барлығын істеп келіп, единственный жаңағындай біздерге енді рычаг деятельность керек болып тұр да, айналысатын. Соны айналысатын болсақ, жаңа шығам дегенде адамдар қиналмайды, алам деген адамдар да қиналмайды. Және де алмау да мүмкін. Неге? Өйткені оның ақшасы инвестиция арқылы айналып, оған просто жаңағындай бонустар, доходтары бір пайда келтіру мүмкін. Жаңағындай потребительский кредит қой бұл жердегі. Алады, банк ештеңеге жүгінбейді, өзі алады, өзі жаңағындай қайтарады, өзі отырады. Ал пай, жаңа сіз айтқандай, пай бұл вообще бір талқанбайтын зат. Ол кәдімгідей адамның құқығы, өзінің мүлкі, ол мысалға адвокаттардың да келусіз біз беретін зат ол. То есть любой адвокат білет, что пайымен соттың алдына барса, ешбір кооператив оны жиналмайды. Неге? Өйткені ол кәдімгідей конвенциямен, международный заңдармен, бәрімен тіркеліп, бекітіліп, пай ол міне мынау оның мүлкі ма болды, оны деген ешбір мемлекетте алмайды. Ал кейбір үлескерлер адвокат жалдап, сотқа жүгінеді. Енді ол иә? білместіктен. Ақша төлеп. Енді ол білместіктен. Енді көбісі ертең келіңіз, Шыдамсыздықтан. бір аптадан келіңіз. Договорда жазылды ма? Бір айда қайтару керек. Бір айда қайтара алмаса, енді көбісінде қайтара алмайды. Содан кейін бар жазатындар бар. Қайтарса келмейді ғой. Иә, сосын мынандай бар, отток деген бар. Яғни біздердің мысалға деген қазір уақытында бере алмай себебіміз, біздерде мысалы 20 мың адам шығып кетті кооперативтен. Сіз білесіздер, 30 мың адам бар кооперативтен, 20 мың адам шығып кетсе, баяғыда банкрот болып қалатын еді. Оны четко біліп отырсыздар. Өйткені банктың 70-60% адамы шығып кетті деген сөз ғой. Любой банк банкрот болатын еді. Бірақ Аллах абырой бергенде, бұл жерде біздерде де отырық, жұмысын істеп жатырық, шығам деген адамдарға беріп жатырық. Еще жаңағындай жүздеген пәтер алып беріп жатырық та. Бұл қалай болып жатырған, енді ол ішкі мына тиын-тиынны есебіне әр нәрсесі заңмен бекітіліп тұрған үшін де. Әр нәрсесі қорғалып, әр нәрсесін бар. Единственный жаңағы біздің талқы мәселе болып жататын вступительный взносты қайтарып алам, өйткені бұлар маған уәделеген нәрсесін істеген жоқ дейді. Бірақ біздер жұмыс істеп келе жатырық. Оның өзі дәлел біздер жұмыс істегеніміздің. Осы кезге дейін тұрғанымыздың өзі дәлел болған. Бірақ енді жаңа сот шешімін күтіп отырамыз бәрібір. Жақсы, рахмет. Осымен аяқтайық. Бүгінгі біздің Асырлайық подкастымыз аяқталды. Жаңа Қазақстанда кооперативке де жаңа заң жобалары қарастырылады деп ойлаймын. Келген қонақтарымызға рахмет. Қош сау болыңыздар.